Сәлем, біз Медианетте гендер және жынысқа қатысты бірнеше зерттеулер жүргізгенбіз. Соның нәтижесінде нұсқаулық видео жазамыз деп шештік. Ол видеолар мына жерде арнайы плейлистте жиналады. Ал енді бастайық. Мөлдір, сен қалай ойлайсың, журналистер материал дайындаған кезде белгілі бір этикалық принциптерге сүйену керек қой? Әрине, бірақ қазіргі мақалаларға және тақырыптарға қарасақ, журналистік принцип немесе этика деген мүлде жоқ сияқты. Әсіресе бұл мына гендерлік сезімтал тақырыптар туралы жазған кезде маңызды тақырып та. Өйткені біріншіден гендерге қатысты қандай да бір материал жазған кезде стереотиптерді өндірмеу және оны таратпау маңызды. Ол қалай? Мысалы, біздің медиада мынандай тақырыптар бар екен. Материал тақырыбы былай. Билік Еуропарламентке шайпау қатының әңгімесімен жауап қатты дейді. Әр үйде әке патша болмаған соң, нәзіктей ер жүрек арулар. Міне осындай тақырыптар қойыла береді. Өкінішті тақырып. Дұрыс айтасың. Оның үстіне кемсітетін сөздерді қолданбаған маңызды деп ойлаймын. Негізі ол да маңызды, бірақ біздің медиада дәл гендерге қатысты қандай кемсітетін сөздер бар? Мысалы, жезөкше, немесе аға оқытушы, нәзік жанды, нағыз еркек, және тағы басқа айта берсең көп. Ол шынымен біздің медиада қолданылады, және ондайды негізі гендерлік стереотипті өндіретін сөздер қолданбау біз үшін өте маңызды, жалпы медиа үшін. Және тағы бір мәселе, қазіргі гендер тақырыптарды көп медиа дейік, немесе блогерлер дейік, олар хайп үшін көтереді. Бұл жерде негізі жынысқа қатысты тақырыптарды көп медиа хайп үшін көтеретіні рас. Ол бірақ қалай жүзеге асады? Негізінде көбісі осы бір кейіпкердің немесе тақырыпта мақала кейіпкерінің жынысына акцент қойылады, егер ол әйел болса. Көбіне мақала тақырыбында осы әйел болса, жынысы оны жазып қалу керек, оған акцент қойып қалу керек та. Ал егер басқа бір оқиғаның немесе бір кейіпкері еркек болса, оның жынысы жазылмайды, өйткені априори барлығының жынысы еркек сияқты көрінеді. Оның үстіне әйел туралы біріншіден жаңалық көп негатив тондағы, одан кейін ол құрбан образындағы жаңалық. Дұрыс айтасың, осыны да қосып кеткіміз келеді. Көбіне әйел туралы жазған кезде ол немесе құрбан образында, немесе негатив образда. Сондықтан көбірек позитив жаңалықтарды да берген дұрыс деп ойлаймыз. Еркек болса жазылмайды. Қалдым. Ары қарай. Соңғысы қалды ғой, Мөлдір.